Қайырлы таң, Ақтау. Бүгін 18-і, демалыс күн. Бісміллә деп бастайық. Түскі уақытта -10, жел солтүстік шығыстан, түнде -11-13, жел бір қалыпты, ауа райы ашық. 19 таңғы қалыпта -15, түскі уақытта -10, 19 түнде -10 градус, жел солтүстік шығыстан 2-3 метр, ауа райы ашық болады. 20 таңғы қалыпта -13, түскі уақытта -10, 20 түнде -10, ауа райы ашық болады. 21 таңғы қалыпта -10, түскі уақытта -5, солтүстік батыстан жел, ауа райы ашық. 21 түн ашық, -5 градуспен, жел солтүстік шығыстан 2-3 метр. 22-сі қар ұшқындап өтеді, көп болмайды, ашық, +3, түнде +1 градус, солтүстік шығыстан жел, ауа райы ашық. 20 таңғы қалыпта -5, түскі уақытта жаңбыр сіркіреп өтеді, +3 пен. 20 түнде +1 градус, оңтүстік шығыстан жел, ауа райы ашық. 24 таңғы қалыпта -1, түскі уақытта -3, кешке қарай -5 болады, ауа райы ашық болады. 25 таңғы қалыпта -5, түскі уақытта -10, желмен ғой, жел солтүстіктен. 25 түнде -15 градус, ауа райы ашық. Қашан өзгеріс болады екен, көрейік. Желдің бағыты ауысты. 28-і, 29-і ашық. 31-і сәл ғана жаңбыр жауып өтеді, сонымен ауа райы ашық. Циклон демесе.